Баршаңызға қайырлы күн, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай сүзбеден жасалынған, яғни шариктер, яғни творожные шарики жасайтын боламын. Қажетті заттарымыз жұмыртқа, ас содасы, ұн, сұйық май, қант және де сүзбеміз қажет. Ең алдымен сүзбемізді осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Венчикпен жақсылап мыжып алғаннан кейін екі жұмыртқамызды жарып, қолымызбен, яғни жақсылап араластырып алуымыз қажет. Яғни жұмыртқамызды сүзбеміз қуырған кезде бір-бірінен ажырап кетпеу үшін қосамыз. Ары қарай қантымызды, ас содамызды, содан кейін бірден ұнымызды қосып, қолымызбен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Яғни сүзбеміз қолымызға жабыспайтындай жақсылап толық илеуіміз қажет. Одан кейін алақанымызға кішкене ұнымызды сеуіп, осылай қолымызбен домалақтап, яғни шариктер жасауға кірісеміз. Әрбір шаригімізді жасаған сайын кішкене ұнымызды алақанымызға сеуіп, яғни барлығын осылай домалақтап, әдемілеп жасап шығамыз. Шариктеріміз бізде дайын болды. Осындай болып шығады. Енді қызып тұрған майымызға бір-бірден салып, қызартып қуыруға кірісеміз. Яғни творожный шариктеріміз өте тез піседі, сондықтан қызарғанын күтіп тұрамыз. Қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, екінші жағында дәл осылай қызарғанша толық пісіріп аламыз. Екінші жағы да қызарып болғаннан кейін осылай майынан сорғытып бөлек ыдысқа салып аламыз. Творожный шариктеріміз бізде дайын болды. Бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп, әсемдеулеріңізге болады. Отбасыларыңызды қуантып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.